Assalamu alaikum. Sалық тарауында соңғы өзгерістер һәм жаңалықтар. Сонымен бірге хапте давамында жүз берген әхметлі хабарлар хақында таныстырып барушы салық инфо информациялық бағдарламасы және эфирде. Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасында салық комитеті бастығының орынбасары Ұлыбек Садуллаев қатынасуында жеке құрам менен мәжіліс өткерілді. Тәсіп бюджет түсімдерін тәминлеу, атап айтқанда 2025 жылдың 4-ші ширегін нәтижелі жұмақлау мәселесі додаланды. Әрбір салық түрі бойынша белгіленген прогноз көрсеткіші һәм оның әмелдегі орынлануы бірме-бір талқыланды. Карханабай бағдарына нәтижелі көрсеткіші төмен болған тарау һәм тармақ жауапкерлері және махаллебай системасында ең төмен нәтижелерді көрсетіп отырған салық инспекторлары сынға алынды. Салық төлеушілер тарапынан артықша төленген, емесі артықша өндірілген салық төлемін қысқарту, артықша төлемге жол қойған салық қызметкерлеріне белгіленген тәртіпте низами жаза шаралары қолдануы бойынша ескертілді. Сондай-ақ ұшырасуда коррупцияға қарсы күресу һәм оның алдын алу мәселесіне айрықша ітібар қаратылды. Коррупциялық жағдайларға себеп болып отырған факторлар һәм оларды сапластыру үләжлары додаланды. Сонымен бірге жәмәатте саламат орталықты қалыптастыру һәм өзара бірге істесу, белгіленген прогноз режесінің орынлануын тәминлеумен бір қатарда коррупциялық жағдайлардың алдын алуда айрықша Ахметке екенлігі атап өтілді. Салық комитеті бастығының орынбасары Ұлыбек Садуллаев қатынасуында Нөкіс қаласы һәм барлық районларда ысықхана жұмысы менен шұғылланушы іспермелер менен өткерілген сөйлесуде іспермелер тарапынан білдірілген машқала һәм ұсыныстар тыңланды. Ұшырасуда салық комитеті бастығының орынбасары іспермелер үшін берілген салық жеңілдіктері һәм имканияттар хақында. Соның ішінде салық қарызын төлеу міндетін 2028 жылдың ақырына шекем кешіктіру, 2025 жыл 1 октябрь жағдайына есептелген пене, финанслық һәм әкімшілік жарималарды есепқа алу, 2028 жылдың ақырына шекем дараматы 60%-тен артса социалық салық ставкасын 12%-тен 1%-ке түсіру. Жер фонды категориясына қарамастан ауыл қожалығына мөлшерленген жерлер үшін салық ставкаларын қолдану бойынша толық түсініктер берілді. Маалымат орнына айтып өтетін болсақ, бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында жәмі 75 іспермелік субъекті 169,1 гектар жер майданына ысықхана жұмысы менен шұғылданбақта. Іспермелер тарапынан құрылған ысықханаларда 2025 жылдың ақырына шекем 7000 тоннадан астам. Бұл іспермелер тарапынан 2026 жыл давамында 10.000 тоннадан астам ауыл қожалығы өнімдері. Соның ішінде 5915 тонна помидор, 2151 тонна қияр, 1075 тонна лимон һәм 1613 тонна овощлар жетістіру режелестірілген. Ұшырасу давамында іспермелер тарапынан ортаға тасталған айрым машқалалы мәселелер орнында шешілді. Айрымлары бойынша жауапкерлерге тапсырмалар беріліп, орынлануы қатаң қадағалауға алынды. Құрметлі бұқаралар, Өзбекстан Республикасы салық кодексінің 418 һәм 433 статьяларына муафық тұрақ жай, көшпес мүлк һәм жер учаскаларына ие болған бұқаралар мал-мүлк һәм жер салықтарын төлеушілер болып есептеледі. Сондай-ақ осы кодекстің 423 һәм 440 статьяларына текар мал-мүлк һәм жер салықтарын төлеу міндеті етіп, тең үлесте 15 апрель һәм 15 октябрьға шекем бөліп төлеу белгіленген. Төлеу міндетінде төленбеген жағдайда кешіктірілген әрбір күн үшін қосымша пене есептеледі. Сондай-ақ мал-мүлк һәм жер салығы бойынша салық қарыздарлығы суд органдары арқылы мәжбүри өндірілетіндігі хақында ескертеміз. Құрметлі бұқаралар, сіздің төлеген әрбір салығыңыз мемлекетіміздің социалдық-экономикалық рауажлануына, кем тәминленген шаңырақтарға жәрдем көрсету, қала берсе келешегіміз болған перзентлеріміздің бейпыл білім алуына жұмсалады. Солай екен, мал-мүлк һәм жер салықтарын төлеуге асығың. Салық комитеті бастығының орынбасары Амудария районында жайласқан салық инспекциясы маратында болып, бар болған шариғатларменен жақыннан танысты. Көзден өткеру барысында мараттың Лума инфраструктурасы оңалуға мұқтаждығы атап өтілді. Көз-қыс маусымында қызметкерлер нәтижелі жұмыс алып баруы һәм салық төлеушілер үшін қолайлы шариғат жарату мақсатында маратты ысыту системасын жақсылау, қауіпсіздік қағидаларын әмел ету бойынша тапсырмалар берілді. Бүгінгі дәстүріміз арқылы сіздерге жеткермекші болған хабар һәм репортажларымыз осылардан ібарат еді. Көріскенше сау, саламат болыңыз.